Сәлем достар, Субергенчектің арнасына қош келдің. Сіздермен бірге әдеттегідей мен Құралай Орынбасарова. Бүгінгі видеоблогта біз сіздермен бірге мынандай әдемі торт әзірлейтін боламыз. Бұл торт молочная девушка, яғни сүтті қыз торты. Бұл торттың жаңашаланған бір түрі. Яғни менің арнамда алдын бұл торт үлгісі болған. Ол қайта жаңару. Төрт жұмыртқаны ыдысымызға салып аламыз. Араластырамыз. Бір банка сгущенкамызды саламыз. Тағы да сгущенка құямыз. Бір банка сгущенкада 380 грамм. Ал бізге 650 грамм сгущенка қажет, сондықтан үстіне тағы да сгущенка салып жақсылап араластырамыз. Біз бұл тортты екі еселеген рецептпен жасап жатырмыз, себебі бұл торт бізде үлкен көлемді болу керек. 400 грамм ұнға бір пачка разрыхлителімізді саламыз, яғни 10 грамм. Араластырамыз. Ұнымыз алдын ала ұн илегіштен өткен болуы қажет. Енді жұмыртқа мен сгущенка араласқан смесімізге ұнымызды ұн илегіштен өткізе отырып саламыз. Жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Венчиктің қазақшасы қалай болатынын білмеймін, сондықтан егер венчиктің қазақшасы қандай екенін білсеңіздер, міндетті түрде комментарийге қалдырыңыздар. Араластырғыш дейме, әлде білмеймін қалай аталған дұрыс екенін, сондықтан венчик деп атай берген. Қалған ұнымыздың бәрін ұн илегіштен өткізіп араластырамыз. Қамырымыз бір келкі әдемі болғанша венчиктің көмегімен араластыра береміз. Сонымен қатар қыздар, келесі блогта қандай торт көргілеріңіз келеді, комментарийге жазып отырыңыздар. Мен сіздердің әрбірлеріңіздің комментарийларыңызды оқимын. Әрбір жазған пікірге қуанам. Бізде 4 бұрышты ыдыс болмағандықтан пергамент қағазымызға А4 қағазды қарындаш арқылы сызып аламыз. 4 жағын бірдей етіп сызып алғаннан кейін, оның сызылған жағын емес, сызылған жаққа қарама-қарсы жағын қолданамыз. Тағамдық фломастер арқылы сызсаңыз да болады. Сонымен қатар құрметті алматылықтар, сіздермен келесі, яғни қараша айында кездесу ұйымдастырсам ба деп отырмын. Қалай қарайсыздар, алматылықтар бар ма? Егер алматылықтар болсаңыздар, комментарийге өздеріңіздің WhatsApp номерлеріңізді қалдырсаңыздар. Және барша оқырмандардан сұрайтыным, WhatsApp номерлеріңізді қалдырсаңыздар. Біз WhatsApp желісінде бір топ ашып қойсақ, Субергенчек деген, яғни ол жерде сіз өзіңізге қажет рецептерді сұрай аласыз. Және өзіңіз білгеніңізбен бөлісе аласыз, білмегеніңізді сұрай аласыз. Яғни пікір алмасу, ой алмасу деген сияқты. Пергамент қағазымызға қамырымыздың 5/1 бөлігін саламыз. Және сызған 4 бұрышымыздың айналасын осы қамырымен түгелдей қамтамасыз етіп шығамыз. Біздің арнамызда 25 мың адамға жақындап қалды. Бұйыртса 25 мың адам болады. Ол күн алыс емес деп ойлаймын. Сондықтан қыздар, 25 адам болуының құрметіне қандай конкурс ұйымдастырайын? Ойларыңыз болса қоса отырыңыздар. Қандай байқау көргілеріңіз келеді? Байқау ұйымдастырсам қалайсыздар ма? Қатысасыздар ма? Біздің алғашқы әдемі әрі жұмсақ бисквитіміз пісті. Біз оны подложкаға, яғни торт салатын қағазымызға орналастырамыз. Пергамент қағазын алып тастаймыз. Қарасаңыздар, пергамент қағазы өте оңай алынды. Торт өте жұмсақ, әдемі.
Тура осылай етіп, торттың 5 қабатында пісіріп аламыз. Бесеуінің размері бірдей болу үшін торттың айналасын кесіп шығамыз. Яғни түзеулеп кесіп шығамыз. Сливкиімізді ыдысымызға құямыз. Бізде 700 грамм сливки. Оны жақсылап блендермен немесе миксермен миксерлейміз. Менде сливки 26%, яғни тортқа арналған сливкилердің ең төмен пайызы 26%-лық сливки. Және кәдімгі сгущенное молоконы қосамыз. Шамамен 300 граммдай сгущенное молоко қосамыз. Сгущенное молоко қосқаннан кейін, яғни қойылтылған сүт қосқаннан кейін, біз бұған ешқандай да сахарный пудра, яғни қант ұнтағы, қант деген нәрселерді қоспаймыз. Себебі қойылтылған сүттің өзі сондай тәтті, сондықтан қанттың орнын ауыстырады. Қоюланғанша жақсылап миксерлейміз. Бірінші қабат бисквитімізге кремді жақсылап жағып аламыз, бір келке етіп. Крем қатты болмау керек, осындай нәзік, әрі әдемі крем болу қажет. Екінші қабатымызды қоямыз. Қарасаңыздар, біз тікелей эфирде жасаған болатынбыз бұл тортты. Сондықтан дыбысын бөлек жазып отырмын. Тікелей эфирде түнде жасаған пісірген тортымыз болатын. Тікелей эфир Instagram желісі арқылы өтті. Сізде Instagramға жазылсаңыз болады. Әрбір пісірген нәрсемізді тікелей эфирде пісіріп отыруға тырысамыз. Тортымыздың кремін жалғастырамыз. Торттың үстіңгі қабатына, ең соңғы қабатына және айналасына, торттың қабырғаларына кремді толықтай жағып, тегістеп аламыз. Енді шоколадымызды ерітіп аламыз. Шоколадты 15 секундқа микроволновкаға қою арқылы ерігенше араластырып отырып ерітеміз. Еріген шоколадымызды тортымыздың айналасына құйып шығамыз. Енді фото орналастырамыз. Бұл торт бізге фотомен, яғни адамның бейнесі бейнеленген торт болмақ. Бұл фотоны жеуге болады. Вафельный қағазда, пищевой фото, яғни тағамдық фото, тағамдық краскалармен шығарылған, яғни адам денсаулығына ешқандай зияны жоқ, жеуге арналған фото. Оны кәдімгі қанттан жасалған, қант пен желатиннен жасалған гель арқылы жабыстырамыз тортымызға. Бұл гель декор гель деп аталады. Бұл да тағамдық гель. Тортымыздың бетіне де декор гельді жақсылап жағып аламыз. Енді суретімізді тортқа орналастырамыз. Ақырындап қолдың көмегімен орналастырып шығуға тырысамыз. Торт бізде түнде дайындалған, ал біз суретті таңертең орналастырып жатырмыз. Яғни торт бір түн холодильникте тұрды. Фотоның бетіне, яғни суреттің бетіне тағы да декор гелімізді жағып шығамыз. Енді біз жеміс жидектермен әсемдейміз, яғни бізде мандарин, клубника бар. Біз оны да декор гельге батырып алу арқылы тортқа орналастырамыз. Себебі біздің тортымыздың кремі бір түн холодильникте тұрған, яғни оған ешнәрсе қазір бірікпейді. Сондықтан біз декор гель арқылы жеміс жидектерді орналастырамыз. Әркім өз қалауынша әсемдеуге болады. Суреттің айналасын жай ғана креммен әсемдесеңіз болады. Немесе суретсіз бетін толықтай жеміс жидектермен әсемдесеңіз болады. Яғни тортты әсемдеу ол сіздің өзіңіздің идеяңызға байланысты және өзіңіздің қандай тортты қалауыңызға байланысты. Алдын ала мастиканың көмегімен біз құттықтау сөз жазып, оны бантиктің көлемін беріп, кесіп дайындап алған болатынбыз. Оны декор гель арқылы тортқа орналастырып жабыстырамыз. Декор гельді қолмен жасауға да болады, немесе кондитерлерге арналған дүкендерде декор гель деген сатылады. Соны алып қолдансаңыздар да болады.
Сонымен достар, біздің мынандай әдемі тортымыз дайын. Сіз де жасап көріңіз. Өзіңізді және жақындарыңызды дәмді торттармен қуантыңыз. Ал мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеоблогта жүздескенше.